Сәлеметсіздер ме? Алгоритм және бағдарламалау пәні бойынша тәжірибелік бейне сабағымыздың бүгінгі тақырыбы параметрлік циклдармен жұмыс. Циклдық оператор for оператормен жұмыс жасайтын боламыз. Параметрлік циклдармен жұмыс циклдың операторы for. Яғни for параметрлік циклымен жұмыс жасайтын боламыз. Бұнда да 3 тапсырма алдым. Бірінші тапсырма n айнымалысы берілген, яғни төмендегі формула бойынша қосындыны табу керек. Бұл жерде формула n тең болады 1 плюс 1 бөлінген 2 плюс 1 бөлінген 3 плюс 1 бөлінген келесі 4 плюс тағы 1 бөлінген 5, дәл солай тағы сол сияқты 1 бөлінген n-ға дейін бара береді. Яғни, сіз циклдармен жұмыс жасаған кезде параметрлі цикл жалпы жасайын деп жатырған жұмысыңыздың негізгі жаңағы осы формуланы есептейтін бағдарламада қысқартылып қалай жазуға болады. Сіздер соны анықтауларыңыз қажет. Себебі біз n-ға мысалға 1000 беретін болсақ, біз 1 бөлінген 2, 1 бөлінген 3, 1 бөлінген 5, 1 бөлінген 100, 1 бөлінген 200 деп, оны 1000 сандың барлығын жазбаймыз. Ол бағдарлама автоматты түрде өзі есептеп отыру керек. Жалпы цикл, кез келген цикл, ол алға қарай өзі қадам жүріп отырады, белгілі бір қадаммен. Демек, бұл жерде қарап отырсаңыздар, формулада бөліндісі бөлшектің 1 бөлінген, жоғарында 1 бөлінген деп тұр. Демек, астыңғы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сол сияқты n-ға дейін өсіп жатыр. Демек, бір қадаммен өсіп жатыр. Осы бөлімдегі қадамның өсіп жатырғанын біз цикл ретінде алатын болсақ, біз формуламызды қысқартып жазуымызға болады. Демек, бұл жерде тек n айнымалысы тұр және жаңағы цикл өсу ретімен өсіп тұрғандықтан циклға бір белгілі бір счетчик ретінде i айнымалысын алайық. Include your stream, біздерге бұл жерде кез келген бүтін айнымалы n берілген. Демек, бүтін айнымалы n счетчик ретінде i-ды алайық және жаңағы n нешеге дейін орындайды. n-ға сіз өзіңіз сан берген кезде, соған дейінгі сандарды бір бөлу сол санға дейінгі есептеп шығару қажет. Демек, біздер бердік, осыдан кейін біз n-ға мән беруімізге болады. Cout жазып кетейік, cout бірден жазып кетейік, n-ға мән беріп кетеміз және оны енгіземіз sin n нүктелі тұр. Енді осыдан кейін біздер циклымызды жазуымыз керекпіз. Демек, for циклы жалпы жазылуы біз білеміз. Бірінші инициализация жүреді, яғни i-ды біз сипаттаймыз. i бізде ең бастапқы нешеден басталады? i 1-ден басталады. i нешеге дейін орындалады? Кіші немесе тең болсын n-ға дейін. n-ға біз қазір өзіміз сан береміз, соған дейін орындалады және ол бір қадаммен өсіп отыр. Яғни i++ инкремент жазып кетеміз. Енді осы циклда ол нені орындайды? Жаңағы қайталанып отырған формуламыздың негізін беруіміз керекпіз. Яғни, бұл жерде S деп алатын болса, қосынды ғой. S тең болады. S плюс бізде 1 бөлінген I болады ғой. I өсіп отыр бізде. I өсіп отыр. Мына жерде S деген мәнді қостық. Себебі жаңа формулаға негізгі қосындыға беруіміз керекпіз. Енді бұл S бізде
мына жерде бөлшек санмен тұрғандықтан нақты бүтін сан емес, нақты сан шығуы мүмкін. Сол себепті оны дабл я болмаса float деп жазуымызға болады. Дабл S деп жазып кетейік. Келесі, енді осы нені шығарамыз. Cout S тең болады. Бұл жерде қараңыздар, біз шұбыртып жаңағы S-тің нәтижелерін, әрбір формуланы бәрін қайталап жазған жоқпыз. 1 бөлу 1, 1 бөлу 2, 1 бөлу 3 деп. Себебі ол программа өзі қайталап, цикл қайталан отырады. Бірінші 1 болғандағы есептейді, қайтып келіп 2 болғандағы, 3 болғандағы сөйтіп n болғанға дейін, мына жерде формула 1 бөлінген n-ға дейін есептейді. Ал санды S бастапқыда 0 беріп кетуімізге болады. Егер жазбай кетсек, программа автоматты түрде 0 деп қабылдайды. Санды 0-ге қосқан кезде сол санның өзі шығады. Демек, мына жердегі бөлшек сандағы бөліндінің өзі шығады. Сол бөлшек сандарды алдыңғы өзіне S-тің нәтижесімен бір-біріне қосып отырады да, қайталап келіп, сол нәтижені есептейді. Барлық S мәнін шығаратын болсақ, біз астына түсірдік, handle деп жазып кетейік, міндетті түрде, әйтпесе бәрін бір-бір қатарға жабыстырып салып жібереміз. N-ға мысалға неше дейміз? 10 дейік, 10-ға дейін бағдарлама өзі есептеу керек. 10 дедік, демек 10-ға дейінгі сандардың барлығын қосындысын шығарады. Бұл жерде ең соңғы қосындыны шығарып тұрған болу керек. Сол себепті бұны фигуралық жақшаға алатын болсақ, бізде S плюс 1 бөлінген n-ға 10 дедік. Айды басында бізде бүтін сан деп бердік. Сол үшін бізде мына айда бөлшек санға болатындықтан float қалып жазсақ, сол кезде есептеу керек. Жібереміз. n-ға мысалға 10 десек, 10-ға дейінгі жаңағы бөлшектердің барлығын қосындысын табу керек. Так, 10 санын бердік, демек I 10-ға дейін есептейді. S 1 болды, қазір тексерейік. S бізде бастапқыда 1 болады, оған қосамыз 1 бөлінген 2. 2-ден 1, 0,5, яғни 0,5 1-ге қосылады, 1,5. Ол міне 1,5 дұрыс шықты. Одан кейінгі неге қосатынымыз? Келесі 1-ді 3-ке бөлгенде 3-тен 1. 0,3. Онда қосқанда алдыңғы немен 83, 1,83. 3-3-3-термен кетіп тұр. Әрі қарай дәл осылай біртіндеп өсе береді. Яғни 10-ға дейінгі, айдың 10-ға дейінгі барлық мәндерін 83, одан кейінгі келесі 1 бөлінген 4-тің мәні мынаған қосылады. Оған келесі 1,5-тікі қосылады, сөйтіп нәтижелерін барлығы шығып, ең соңғы 10-ға дейінгі барлық нәтижені алдық. Демек, біз жаңағы есептің цикл қайталау денесін дұрыс жаздық. Так, бұл шықты. Келесі екінші есебімізде n айнымалысы берілген формула бойынша көбейтіндіні табыңыз. Бұл дәл жоғарыдағы формулаға ұқсас, және бұнда тек 1,1, 1,2, 1,3 көбейтіндісі, демек n-ға қанша сан береміз, соған дейінгі 1,1, яғни 0,1 қадаммен жаңағы өсіп отырады, және олар бір-біріне көбейту керек. Демек, бұл біздің жаңағы есебімізге ұқсас болғандықтан біз бұны кетірмей ақ қояйық. N енгіздік, беретін n-імізді және қосындыға енді бізде көбейтіндіні P деп алайық, сәл кішкене көбейтіндіге өзгертейік. Бірақ формуламыз өзгереді. Және I бізде 1,1-ден басталыптыр. 10-1-ден басталыптыр, n-ға дейін, яғни n неше береміз, соған дейін орын алады. Бірақ
плюс бір қадамға артып тұрған жоқ, 1,1, 1,2, 1,3. Демек, ол 0,1-ге қадам артып тұр. Демек, айды өсіреміз 0,1-ге. 0,1 қадаммен өсіп отыр. Және формулада бізде көбейтінді болғандықтан, мына жерде қосу емес, көбейтінді, және санды мына жерде 0 десек, онда 0 болып кетеді. Санды 0-ға көбейтсек, 0 барлығы 0 шығады. Ал егер 1-ге көбейтсек, онда санның өзі шығады. Сол себепті 1-ге өзгертеміз p-ны. Және бізде формула i көбейтілген i болып тұр. Так, себебі p1, 1-ге көбейтеміз 1,1, өзі шығады 1,1-ге, келесі 1,2, сөйтіп өсіп отыру керек. Демек, дұрыс болу керек. Формуламыз қазір тексерейік. Енді жібереміз. Так, жібергеннен бұрын, так, жоғарда. Бұл жерде, так, n-ға неше берейік? 10 дейік, 10-ға дейін, 10 өте көп болып кетер ме екен? Жақсы, 10-ға дейін бере берейік. 10-ға дейін барлық мәнді шығарсын. 10 дейтін бізде 0,1 қадаммен өте көп қой, 0,1, 0,1, 1-дікі бітеді. Демек, 100 қадам орында шығару керек бұл жерде. Өте көп, барлығын шығарып жатыр бұл жерде. Так, бұл дұрыс емес. Так, қазір келесі бізде i дейтін мына жерде 1,1 болғандықтан бұл int болмайды ғой. Осыны қате түсініп отыр. Float өзгертеміз нақты санға. Және int бүтін сан n бізде. Так, қалғаны дұрыс. Так, жіберейік. 10 демек, енді біз 1,1-ден бастап келесі n 2-ге дейін десек, мысалға. Демек, міне, дұрыс. Ең бірінші бізде 1,1, 1,1, оған келесі көбейтіледі, 1,2 көбейтіледі, 1,2-ге келесі 1,3 көбейтіледі, 1,716, оған келесі 1,4 көбейтіледі. Сөйтіп, 2-ге дейінгі, яғни 1-ден бастап 2-ге дейін 1,1, 0,1 қадаммен өсіп бір-біріне көбейтіліп тұр. Демек, бізде дұрыс нәтиже алынды. Яғни, циклымызда жаңа қадамымыз мына жерде бүтін болғандықтан бағана float int деп жазып кеткендіктен жаңа 1-1 деп қайталап шығарып жіберді. Біз оны нақты санға өзгерттік. Демек, міне есебіміз барлық нәтижесін алдық, шықты. Енді келесі соңғы тапсырмамызда орындап жіберейік. Бұл жерде n 1-ден үлкен бүтін сан берілген. Фибоначчи сандарының реттілік саны f-ка бүтін сан түрі келесі түрде анықталады. Яғни f1 бізде 1-ге тең, f2 1-ге тең, және f-ка ол f-ка минус 2 мен f-ка минус 1-дің қосындысы k3, 4 әрғарай сөйтіп кете беру керек. Яғни Фибоначчи саны дегеніміз, мен мені сіздерге Википедиядан тауып қойғанмын. Бұл белгілі бір жаңағы формула қадамдар бойынша өсіп отыратын реттілік, яғни тізбек. Бұл тізбек бізде бұл тізбек қазір міне сандық тізбек жаңағы бізде айтылған формула бойынша бұл жерде 0-ден басталып тұр. Бізде жаңа 1-ден үлкен болғандықтан оны жазып міндетті емес. F1, одан кейін n-1, алдыңғы және n-2 екеуінің қосқандағы сөйтіп біртіндеп тізбек шыққан кезде бізде 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, яғни тізбек біртіндеп өсіп отырады жаңағы Фибоначчи санының
әрбір екі санның қосындысы арқылы оның соңғы санға қосылысын шығарып отырады. Демек, бұл жерде бізге ең негізгі формуланы анықтауымыз қажет. Бұл формулада біздерде өзгертейік. Бізде n берілген және счетчик ретінде бұл жерде int деп ала берейік. I счетчигімізді және n беріледі. Жаңа n бірден үлкен болу керек. Сол n-ді біз береміз. Және бізге тағы да келесі айнымалылар int. Мына денесін алып тастайын. Себебі бұл бізге қажет емес. Int айнымалы жаңағы f1 f2 айнымалысы. f1 f2 айнымалысы және f-тің өзін шығаруымыз қажет. Демек, біздер f1 ол бізде 1-ге тең. 1-ге тең және 1-ге тең. Үтір арқылы ала берек, бәрі де бүтін сан. f2 бізде ол да 1-ге тең. Ол да 1-ге тең, нүктелі тұр. Одан кейін жаңағы f-тің өзін шығаруға аламыз. Так, f-ті және келесі n-ді енгіземіз. Және енді бізге жаңа тізбек шығару керек. Тізбекті шығару үшін cout, яғни тізбек деп жазайық. Тізбектер дейік. Тізбектер. Және біздер шығарамыз. Ең бастапқыда бір-бір қайталанып тұр ғой. Сол үшін шығарамыз біздер жаңағы f1-ді шығарамыз. Одан кейін f2-ні шығарамыз. Так, екеуін бір жерге жазсақ, біз ортасын пробелмен орын тастап кетейік. Және келесі f2-ні шығарамыз. Енді бізде цикл кетеді. Демек, I бірден бастамаймыз ғой, бізде уже келесі саны 3-тен бастап кетеді omына. K 3, 4, 5 алға әрі қарай жүре береді. I-дың орнына K алынған. Ол бізде 3-тен бастап n-ға дейін және I++. Так, енді циклдың денесінде ол нені орындаймыз? Циклдың денесінде біздер f-ті шығарамыз жаңағы бірінші формула бойынша. f1-ді қосамыз f2-ге. Және одан кейін f1 бізде тең болады. Келесі f2-ге тең болады. Және f2-нің өзі бізде тең болады f-қа. Яғни келесі орнын ауыстырып қайтарып келеді. Cout біздер шығарамыз. Так, f-тің нәтижелерін шығарамыз. Жаңа тізбекті шығаруымыз керек біз Fibonacci санын. Так, енді бәрін бір жолға шығарсақ, онда жаңағы бос орын қалдырып кетейік. Бос орын қалдырып, соның нәтижесін шығаратындай қылып. Және cout. Так, бұл жерде бірінші f нәтижесін шығарып аламыз да, келесін фигуралық жақшаны табайық. Содан кейін cout шығарайық. Enter келесі жолды астына түсірсін дейік. Enter. Так. Енді, так, аяқтады. Жақшаларымыз қалып қойған жоқ па? Мына жердегі жақша ашылған, жабылған, тағы да бір жақша қалып қойды. Китапта. Так, енді жеріп қарайық.
N-ға мысалға нешеге шейін, 100-ге шейін деп берейік. 100-ге дейінгі сандардың Фибоначчи тізбегін шығару қажет. Тізбектер, міне тізбектер шықты бізде. Тізбектер 1 болды. Одан кейін F2, так, F2, F1, F2, мына жерде дұрыс жазбай кетіппіз. Қазір, стоп. Так, бұл жерде жаңа тырнақша бос орынды қалдырдық. Содан кейін F2-ні шығару керек. Бізге келесі 1-1. Содан кейін барып, тағы да бос орын мына жерде. Бос орын. Біз жаңаға F2-ні тырнақшаға алғандықтан мына жерге мәтінді шығарып жіберді. Ол дұрыс емес. Так, N-ға 100 береміз. Сол кезде міне тізбектеріміз 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Так, Фибоначчи санының тізбегін қарап жүрейік. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, дұрыс. 34, 55, 89, 144, ары қарай 89, 144, 34, 55, 89, 144. Демек, міне Фибоначчи тізбегін бізде толық дұрыс шығарып берді. Бұл нәтижені біздер Фибоначчи санының өзінің есептің берілуі бойынша F1-ді 1-ге теңестірдік, F2-ні 1-ге теңестірдік, және F2 ол алдыңғы F2 минус 2 және F2 минус 1-дің қосындысы, яғни К бізде 3-тен бастап 4-ке дейінгі болған кездегі мәнін тізбектерді. Біз алдымен жоғарыда мына for циклынан бұрын F1 мен F2-ні шығарып кеттік. F1 мен F2 бастапқыда бізде 1-ге және мына жерде 1-ге теңдеп, есептің берілгені бойынша екеуі F1 1-ге, F2 1-ге теңдедік. Сол себепті біз соны бастапқыда шығарып жібердік. Содан кейінгі үшінші қадам 3-тен бастап ол 100-ге дейінгі аралықта F1 мен F2-ні қосып F нәтижесін шығарады. F1 мен F2 екеуі қосқан кезде алдыңғысы 1-1 болды. Және келесі F ол бізде келесі 2, содан кейін F1 F2-ні меншіктейді кері. Мына жерде F1 1 болды ғой, енді F2-ге тең болады, ал F2 алдыңғы F2-нің қосындысы F-ға тең болды. Сол себепті барлық Фибоначчи санының тізбегі бізде 1, 1, 2, 3, 5, 8 өзінің өсу реті бойынша түгел толық шығарылды. Демек, мына жерде N 1-ден үлкен болғандықтан біз 0-ды алмай тұрмыз. Сол себепті 1-ден басталып кетті. 1, 1, 2, 3. Міне цикл денесі қайталанып ретімен орындалған кезде біз барлық нәтижені осылай аламыз. Бұл бізде параметрлі циклмен жұмыс жасаған кезде сіздер ең алдымен есептің берілгенін нақтылап түсінулеріңіз қажет. Осымен параметрлі циклді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.